Константин Черненко Совет одағын ең аз уақыт басқарған патша. Ол билікте бар болғаны 1 жылдай отырып дүниеден өтті. Өйткені ол жасы 73-те болғасын, денсаулығы өте нашар еді. Черненко Қызыл империяны аз ғана уақыт басқарса да бірнеше реформаларды бастап үлгерді. Кейбір реформалар жүзеге асса, көбісін орындауға өмірі жетпеді. Бүгінгі видеода біз Черненконың қазақ халқына жасамақ болған жақсылығына кеңінен тоқталамыз. Және оның ауыр қателіктерін де айтып өтеміз. Черненко педагогикалық оқу орнын бітіргесін, әрқашан білім саласын назардан тыс қалдырмай бақылап жүрді. Яғни Қазақстанның бұрынғы білім министрі Асхат Аймағамбетов секілді жүрегі әрқашан мұғалімдерге бұрып тұрды. Черненко билікке келе сала білім саласын қолға алды. Бұрын оқушылар 6 күн мектепке баратын. Черненко оқу аптасын 5 күнге қысқартты. Осылайша балаларға және мектеп мұғалімдеріне өз-өздеріне келуге 2 күн уақыт берілді. Себебі мектепте жұмыс істеу деген жүйкені жұқартатын нәрсе еді. Оны Черненко өте жақсы білді. Әлі күнге дейін мектепте жұмыс істейтін мұғалімдерге оңай емес. Олар оқушыларды тәрбиелеу, бітпейтін қағаздарды толтыру, түрлі қоғамдық іс-шараларға қатысу, Астанадан, облыстан келетін комиссияны күтіп алу, біліктіліктерін арттыру, газет-журналға жазылу, директордан, завучтан, оқушының ата-анасынан ұрыс есту, портфолио толтыру, электронды күнделік толтыру, оқушыны олимпиада, ғылыми жарыстарға дайындау секілді тапсырмаларды орындаймыз деп әбден жүндей түтіліп барады. Сондықтан да әрқашан стресте жүретін мұғалімдерге 2 күн демалыс беру өте үлкен жақсылық болды. Нәтижесінде Қазақстандағы барша мұғалімдер Черненкоға алғыс айтып жүрді. Өйткені Совет одағы тұсында қазақстандық мұғалімдерге өте қиын еді. Сол кезде Қазақстанда қазақ мектептерінің саны қатты қысқарып бара жатты. Тіпті Алматының өзінде жалғыз қазақ мектебі және малшылардың балаларына арналған интернат мектеп болды. Қазақстандық мұғалімдерге балаларға орыс тілінде сабақ беріп, орысша тәрбиелеу керек болды. Бұл қазақи болмысты мұғалімдерге моральды тұрғыда оңай болмады. Ел ішінде балаңды орыс мектебіне берсең, қарттар үйінен орныңды дайындай бер деген сөз кең тарады. Орысша оқып, орысша тәрбие алған бала мейірімсіз болып өсіп, ата-анасына тасбауыр болады. Оларды қартайған кезде керексіз етіп, қарттар үйіне өткізіп жібереді. Қарттар үйіне ата-анасын іздеп айына 1 рет барады. Онда да ата-анасының зейнетақысын алып кетуге барады. Совет одағы тұсында қарттар үйі өте көп болды. Тіпті қарттар үйі аудан орталықтарында да болды. Бұл деген балалардың безбүйрек болғандығын көрсетеді. Қарттар үйінде көптеген қариялар психологиялық азап шегіп өлді. Бұл дүниеде туған балаңа керек болмай қалғаннан артық қандай қорлық бар. Сол себепті де Черненко 84 жылы мектептерде жалпы білім беру және еңбекке баулу реформасын бастап, балаларға тек білім беріп қана қоймай, олардың тәрбиесіне де ерекше ден қойды. Оқушылар еңбек етуге бейім болып өсіп, көркем мінезді болғанын қалады. Көркем мінезді бала ешқашан жамандыққа бармайды. Айналасына тек жақсылық жасайды. Әсіресе ата-анасына құрмет көрсетеді. Балаларды жастайынан отанға деген сүйіспеншілікке, үлкенді сыйлауға, жолдастық пен ұжымшылдыққа, өзін-өзі ұстау мәдениетіне, әсемдікке баулу қажет. Әрбір баланың танымдық қызығушылықтары мен қабілеттерін ашып, дербестігіне, тәртібіне көңіл бөлу керек. Мектепті тәрбие жұмысының орталығына айналатындай етіп ұйымдастыру керек. Бұл жұмысқа ата-аналарды, еңбек адамдарын, ең алдымен өндірістік бригадаларды тартып, жас жұмысшылар, колхозшылар, мамандар, студенттер арасынан комсомолдық педагогикалық бригадаларды құру аса маңызды деп жазды Черненко. Черненконың тұсында балалар мектепке 6 жастан бастап бара бастады. Ол бастауыш сыныпты 4 жылдық етті. Және Черненко 11 жылдық білім беру форматын көшуді бастады. Осы арқылы ол білімді тереңдетуді қалады. Өйткені дүние жүзінде еңбек күші емес, ой күші алдыңғы қатарға шыға бастады. Ал Совет одағы заманауи техника жасаудан басқа елдерден артта қалып кетті. Әлем елдері Совет одағын көбінесе егін егіп, мал бағатын аграрлы мемлекетке теңей бастады. Соғыстан ұтылған Жапония, Германия елдері ғылым білімді дамытып, басқа елдерден озып жатқан еді. Осыны көріп жүрген Черненко 1 қыркүйекті білім күні етіп бекітті.
Міне бүкіл Совет одағының бұрынғы республикалары, оның ішінде Қазақстан да әлі күнге дейін білім күнін тойлап келеді. Осы күні оқушылар, ата-аналар түрлі гүлдер сатып алып мектепке барады. Балаларының мұғалімдеріне қошемет көрсетеді. Осы күні бәрі гүл-гүл жайнап, бақытты болып жүреді. Черненко білім алуды осындай үлкен мерекеге айналдырды. Сол себепті де барша қазақстандықтар Черненкоға қарыздар десек болады. Себебі білім бүкіл ізгіліктің бастауы. Ал білімсіз, қараңғы, надан адамдар тек жамандық жасайды. Әсіресе қазіргі таңда елімізде теріс діни ағым мүшелері пайда болды. Яғни салафизм, ваххабизм өкілдері. Олар балаларын тұмшалап, білім күнін тойлауға тиым салады. Олар қыздарын тіпті оқытпауға тырысады. Қыздар балиғат жасына толған соң оларды күйеуге беруге асығады. Соның салдарынан қыздар тым қараңғы болып, ғылым білімнен хабарсыз қалып жатады. Олар ешқайда шықпай, үйде отырады. Егер көшеге шыға қалса, тек көзін ашып жүреді. Міне, елімізде теріс діни ағым мүшелері көбейсе, ғылым дамымай, Ауғанстан, Сирияға айналып, орта ғасырға кетуіміз әбден мүмкін. Халық ағарту ісін жетілдіру коммунистік партия мен кеңес мемлекетінің басты саяси мәселелерінің бірі болып табылады. Орта және кәсіптік білім беретін мектептерді реформалау, мемлекеттік ауқымдағы үлкен оқиға, үлкен қоғамдық саяси маңызы бар оқиға болмақ. Ұстаздардың бірнеше буынның еңбегімен, кеңестік мектеп пен педагогика ғылымының арқасында алынған барлық құндылықтарды мұқият сақтау және белсенді пайдалану қажет. Сонымен қатар, қоғамдық дамудың қажеттіліктерінен туындайтын жастардың білімі мен тәрбиесін жетілдіруге қатысты өзекті мәселелері шешілуге тиіс деп жазды Черненко. Осыдан-ақ Черненконың білім саласына деген жанашырлығын аңғаруға болады. Дегенмен оның білім саласын дамытуға қатысты көптеген жобалары жүзеге аспай қалды. Себебі ол ел басқарғанда қатты ауырып, бастаған істерін соңына жеткізуге мүмкіндігі болмады. Черненко одақ құрамындағы барлық мемлекеттерге бірдей қарап, ешқайсысын бөліп жармады. Ол Қазақстанға ешқандай жамандық жасамады. Черненко билікке келген соңда, Қазақстанның сол кездегі басшысы Қонаев өз жұмысын бұрынғыдай жалғастыра берді. Черненконың тұсында Совет одағы мен ақш-тың арасындағы қырғиқабақ соғыс қатты ушықты. Қос мемлекет әлемдік держава болуға ұмтылып, бір-бірімен барлық салада жарысты. Кеңес халқы қаруланбауды қалайды. Біз екі жақтан да қару-жарақты қысқартуды қалайды. Бірақ біз еліміздің қауіпсіздігін, сондай-ақ достарымыз бен одақтастарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мәжбүрміз. Дәл осылай жасалып жатыр. Шытырман оқиға іздеушілер бізді байқаусызда ұстай алмайтынын, ешбір әлеуетті агрессор бізге соққы жасаса, жойқын жауаптан құтылу мүмкіндігі жоқ екенін есте ұстағанын қалаймыз деп Черненко Совет одағының кез келген соғысқа дайын екенін ескертті. ақш пен Совет одағы тіпті спортта да бір-біріне дес бермеу үшін барын салды. Әсіресе Олимпиада ойындарында спортшылар бір-бірін жек көрді. Дегенмен 1980 жылы Мәскеуде өткен Олимпиада ойындарына ақш қатыспады. Себебі сол кездері Совет одағы ауған соғысына араласқан еді. ақш осыны желеулетіп, өзінен басқа мемлекеттерді де Мәскеу Олимпиадасына қатыспауға шақырды. ақштан қорқып, шамамен 60-тан аса мемлекет Мәскеуге келмеді. Соның салдарынан Мәскеудегі Олимпиада қызықсыз өтіп, үлкен экономикалық шығынға ұшырады. ақш-тың бұл әрекеті Совет одағының ашуын тудырды. Нәтижесінде 84 жылы ақш-та Лос-Анджелесте өткен Олимпиадаға Черненко бойкот жариялап бармай қойды. Және ол тек өз емес, басқа да социалистік елдерді жібермеді. Атап айтсақ, ГДР, Болгария, Венгрия, КНДР, Куба, Моңғолия, Польша, Чехословакия елдері. Совет одағы дружба 84 деген жарыс ұйымдастырып, Олимпиадаға бармаған мемлекеттер болып өздері қатысты. Осы жарыста Совет одағы 126 алтын алып бірінші орыннан көрінді. Кезінде Хрущев Сталиннің тиран болғанын тұспалдап, оның жеке басына табынуды тоқтатып еді. Бірақ Черненконың Сталинге деген көзқарасы түзу болды. Ол билікке келген соң Волгоград қаласына қайтадан Сталинград атауын қайтармақ болды. Бірақ үлгермеді. Черненко Сталинді Совет одағының қалыптасуына зор еңбек сіңірді деп есептеді. Сол себепті де оны тиісті деңгейде ұлықтау қажет деп санады.
Ол сталиндік дәуірдің атақты тұлғасы Вячеслав Молотовты партия қатарына қайта алды. Дегенмен халық Сталиннің атының қайта жаңғыруына қарсы болды. Әсіресе Украина мен Қазақстан, себебі Сталин осы қос мемлекетті аяусыз қырған еді. Сталиннің кезінде қазақ халқы құрып кетуге сәл-ақ қалды. Сталиндік ашаршылық, қуғын-сүргін қазақ халқының бүкіл қаймақтарын жалмап кетті. Қазақ халқы әбден азып тозып бітті. Бірнеше миллион адам жазықсыз өліп кетті. Сол кезде бүкіл қазақ халқының 1/3 қырылған. Сталин десе қазақ ұлтының аза бойы қаза болды. Қазақ даласында қан деген судай аққан еді. Міне, осындай озбырлыққа куә болған халық Черненконың бұл идеясын қолдамады. 85 жылы халықаралық әйелдер күні мерекесінен соң 10 наурызда Черненконың жүрегі тоқтады. Халық оны Мәскеудегі Қызыл алаңда соңғы сапарға шығарып салды. Сол жылдары Совет одағына келген өзге мемлекеттің басшылары Черненкомен кездесу өткізгенде бір түрлі сезімде болды. Себебі Черненконың тірі әруаққа айналған кейпі аяныш сезімін тудырды. Өзге елдің президенттерімен кездесу өткізген Черненко кіммен жүздесіп жатқанын түсінбей, тілі күрмеліп әзер сөйлеп отырды. Тіпті алдындағы қағазда не жазылғанын да ежіктеп әрең оқып берді. Черненко дүниеден өткен кезде ақш президенті Рейган Совет одағында бүгін сайланып, ертең өліп қалатын кәрі шалдармен келіссөздер жүргізгім келмейді деген мағынада әзіл-шыны аралас сөз айтқан еді. Себебі Рейган ақшты басқарған 4 жылының ішінде Совет одағының Брежнев, Андропов, Черненко сынды 3 патшасын дүниеге шығарып салған еді. Рейганның сөзінен кейін Совет одағында Черненко туралы анекдоттар көбейіп кетті. Назарларыңызға бірнешеуін ұсынамыз. Черненко билікке келгенде өте кәрі, ауру болғаны біраз анекдотқа жүк болды. Черненконың ең таңғаларлық қасиеті бойында ешбір кереметтің жоқтығы деп күлді халық. Яғни бұл жерде халық оның билікте отырып ештеңе істеп үлгермегенін мәлімдейді. Жоғарыда айтқанымыздай, ол партияға Сталиннің замандасы Молотовты алып келеді. Ол кезде Молотов 94 жаста еді. Сол кезде халық Черненко Молотовты өзінің орнына дайындап отыр деп күлді. Яғни Совет одағының басшылығына тек кәрі шалдар келеді деп күлді. Неліктен саяси бюро мәжілістерінде Андроповты, содан кейін Черненконы бір ауыздан сайлады. Өйткені Андроповтың бүйрек анализі ең нашар, ал Черненконың кардиограммасы ең нашар болған. Теледидар экранына қара костюм киген диктор шығады. Мәтінді алдына ұстап, күлмеуге әрекет жасаған диктор: құрметті жолдастар, әрине күлесіздер, бірақ біз тағы да орны толмас шығынға ұшырадық. Брежнев пен Черненко дүниеде сөйлесіп отыр екен. Костя, қазір біздің орнымызда кім билеп жатыр? Деп сұрайды Брежнев. Миша Горбачев. Оның артында кім тұр? Ешкім тұрған жоқ. Ол өзі жүре алады екен, жас қой. Мінекей, ел ішінде осындай анекдоттар көп айтылды. Себебі халық кәрі хатшылардан шаршады. Сол кезде билікке Горбачев келгенде халық болашаққа сеніммен қарады. Бірақ Горбачев Совет одағын ыдыратып алды. Бұл туралы келесі видеомызда кеңінен баяндаймыз. Құрметті көрермендер, келесі видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп күтеміз деп комментарий жазып кетіңізші. Әрқашан бізді қолдап жүретіндеріңіз үшін сіздерге алғысымыз шексіз.